Ал мына Блум бастаған зерттеулер Голландияда, Қытайда, Европада зерттеу жасаған. Сол кезде мынау жұмыс осы ғылымдағы әйелдерге егер бала күтіміне бір мүмкіндіктер болса, немесе универде құрылымдық жағынан барлық жағдай жасалынса, немесе жаңағы сіз айтқандай декреттегі уақыт оның общий стажына қосылса, иә, сондай факторлар болса, ғылымдағы әйелдер 25-30%-ға басқа салаға ауысып кетпейді деген, тұрақты қала деген да. Бұл яғни 30%-ға дейін әйелдердің ғылымда қалуы ол жағдайға байланысты деген негізінде. Ол әрине ғылыми ізденушілік, интеллект оның барлығы дұрыс, бірақ осы әлеуметтік жағдай дұрыс келмесе, әйелдер ары қарай ғылымда қалмайды дейді да. Соған қалай қарайсыздар? Бізде мүмкін бізге жағдай керек шығар әлі де. Жағдай керек. Мен енді Глазго университетінің докторантурасында оқыдым. Сол жердегі мысалды айтып өтсем, ол кезде енді қызым 2-ақ жаста небәрі. Сол коляскада отыратын кішкентай ғана баламен мен кітапханаға баратын. 12 қабатты ғимаратында 4-ші қабатында бөлек бөлме бар болатын. Ол бөлмеде ата-ана мен бала бірге жаңағы жұмыс жасайды. Оқуыңызды оқисыз, ана жерде балаларға арналған кітап, тиіспе, конструктор, ойыншықтың түр-түрі бар. Бала емізетін жаңағы бұрышы бөлек. Сонда мен алаңдамаймын. Кітапханаға маған доступ бар. Мен емін еркін кіріп, баламен сол жерде жаңағы оқып жүрдім. Мен де ата-аналар ол жерде қаншама